2 минус 3-тің кубы берілді дейік. Қысқаша формуламен шығару жолынан бұрынырақ осы формуланы өзіміз түсінгеніміз бойынша жазып шығарайық. X минус 3 деген x минус 3-ті өз-өзіне 3 рет көбейту дегенді білдіреді. Яғни бұл тең болады x минус 3 көбейтілген x минус 3 көбейтілген x минус 3 дегенді білдіреді. Енді мұндағы 2x минус 3-ті біз қайтадан x минус 3-тің квадраты деп көбейту x минус 3 деп жазып алуға әбден болады. Енді бірінші x минус 3-тің квадратын табайық. Ең бірінші x минус 3-тің квадраты нешеге тең, соны табайық. Формула мынандай. Негізі формуласы бұның, мына жерге формуласын жазып қойық. А минус b-ның квадраты тең болады а квадрат минус 2ab плюс b квадрат. Бұл жерде біз қазір формуланы орнына қоятын болсақ, мынаны бірінші амалдың квадраты, x-тің квадраты азайтылған дейміз. 2 көбейтілген бірінші амал мен екінші амалдың өрнектердің, яғни көбейтіндісі 6x болады. 6x ішіне де қосылған 3-тің квадраты 9 болады. Сонда осылай шығады. Немесе бәрін көбейтіп ашайық. Жай, чүк-чүк. X минус 3 көбейтілген x минус 3 дейік. Сонда бұл нені білдіреді? Мұнаны мынаған көбейтеміз және мынаған көбейтеміз. X-қа x-ті көбейтсем x квадрат, x-ті минус 3-ке көбейтсем минус 3x. Енді мына минус 3-ті x-қа көбейтсем минус 3x. Минус 3-ті минус 3-ке көбейтсем плюс 9 болады. Мына екеуі ұқсас мүшелер. Сол үшін x квадрат деймді, минус 3-ке 3-ті қоссам 6, x болады, қосылған 9. Яғни мынау да тең болады бір-біріне. Енді бірінші жақшадағы екінші мүшені, енді бұл мынаның ішінде мынау тұр деген сөз. Сонда бізге бұлай болады. X квадрат минус 6x қосылған 9 көбейтілген x минус 3 дейміз. Енді қайтадан мына жерден біріншіні табайық. Ең бірінші біз мына x квадратты мынаған да көбейтеміз. X квадратты x-қа көбейтсек, x квадрат көбейту x минус x квадратқа 3-ті көбейтсем 3x квадрат. Сонда тең болады x куб минус 3x квадрат. Енді екіншісі мынау 6x-ті мынаған да көбейтейік. Сонда минус 6x көбейтілген x. Минус 6-ға минусты көбейтсем плюс болады, 6x көбейтілген 3 дей салайық. Сонда тең болады 6x минус 6x квадрат болады, плюс 18x болады. Енді үшіншіні табатын болсақ, үшіншісі мынау 9-ды мынаған да көбейтейік. Сонда 9-ды көбейтемін x-ға, мына жерден плюсқа минус болса минус 9 көбейтілген 3 тең болады 9x азайтылған 27. Енді барлығын теріп жазайық. Барлығын теріп жазатын болсақ, x куб болады. Азайту минус 3x квадрат минус 6x квадрат плюс 18x және де мына плюс 9x минус 27. Енді бұл жердегі ұқсастарды бір-біріне біріктірейік. Мынау мен мынау ұқсайды және де мынау мен мынау ұқсайды. Сонда x кубты жазып қоямын. Одан ары қарай минусқа минусты қоссам минус және де 9x квадрат. 18-ге 9-ды қоссам плюс 27x және де минус 27-ні жазып қоямын. Бұл әдісті экзаменде кейде формула ұмытып қалсаңыздар қолдануға болады. Ал негізінен формуламен есеп тезірек және оңай шығады. Сол үшін формуланы жатқа біліп жүріңіздер. X минус 3-тің кубы тең нешеге деген жерде бізде формуламыз қандай еді? А минус b-ның кубы тең болады а куб минус 3а квадрат b плюс 3
аб квадрат минус б куб болады. Сонда осы формулаға қарай бұл қалай шығады? Яғни мен мынаның орнында x тұр деп ойлаймын. X минус 3-тің кубы деймін де. Бірінші санның кубы x-тің кубы. Екінші азайту қоям. 3 көбейту деймін де а квадрат x-тің квадраты. b-ны жазам, ол 3 көбейту 3. Қосу деймін. 3 көбейтілген бірінші амал мен екінші амал. 3 көбейту бірінші амал бізде x, екінші амал 3-тің квадраты дейді. Сосын азайту деймін. 3-тің квадраты. Ой, кубы кешіріңіздер. Енді бұл ары қарай нешеге тең болады? X-тің кубы азайту 3-ке 3-ті көбейтсем 9x квадрат. Қосу деймін. Мынау 9 болады. 9-ға 3-ті көбейтсем 27x және де минус 27 болады. Сонда мынау да өткен жақтағы мынаған тең болып тұр.